Бөлім квадрат түбір және иррационал өрнек. Сабақтың тақырыбы: құрамында квадрат түбірлері бар. Өрнектерді тепе-тең түрлендіру. Оқудың мақсаттары: көбейткішті квадрат түбір белгісінің алдына шығару және көбейткішті квадрат түбір белгісінің астына алу. Біз үшке жіктей аламыз. Біріншісіне келетін болсақ, ол көбейткішті квадрат түбір белгісінің алдына шығару және көбейткішті квадрат түбір астына кіргізу. Мысалға өтейік. Бірінші мысал: түбір асты 72 тең болады. Түбір асты 36 көбейту 2 тең 6 түбір асты 2. Екінші мысал: түбір асты 3-тің 5 дәрежесі бөлінген 5-тің 7 дәрежесі тең 3-тің квадраты көбейту түбір асты 3 бөлінген 5-тің кубы көбейту түбір асты 5. Сонда жауабы болады 9 түбір асты 3 бөлінген 125 түбір асты 5. Келесі мысал: x-тің 5 дәрежесі көбейту түбір асты x тең болады. x 5-ті түбірдің астына кіргіземіз. Сонда түбір асты x-тің 10 дәрежесі көбейту x тең түбір асты x-тің 11 дәрежесі. Екінші түрі: бөлшектің бөлігін иррационалдықтан арылту. Мысалдарға көшейік. Бірінші мысал: 3 бөлінген түбір асты 2 жағында. Иррационалдықтан құтылу үшін түбір асты 2-ге көбейтеміз. Сонда 3 көбейту түбір асты 2 бөлінген 2 деген шешім шығады. Екінші мысал: 3 түбір асты азайту 1 бөлімінде 3 түбір асты қосу 1. Иррационалдықтан арылайық. Ол үшін бөлімін және алымын 3 түбір асты азайту 1-ге көбейтеміз. Сонда шығады: алымында жақша ашылған 3 түбір асты жақшы жабылған квадраты азайту көбейту 3 түбір асты қосу 1 бөлімінде 3 түбір асты ның квадраты азайту 1-дің квадраты тең болады 9 азайту 6 көбейту түбір асты қосу 1 бөлімінде 9 азайту 1. Үшінші түрі: құрамында түбір таңбасы бар өрнектерді түрлендіру. Бірінші мысал: жақша ашылған 4 азайту 3 түбір асты жақша жабылған көбейту жақша ашылған 4 қосу 3 түбір асты жақша жабылған азайту 4 тең болады 16 азайту 9 азайту 4 сонда болады 16 азайту 13. Екінші мысал: түбір асты жақша ашылған қосу 1 жақша жабылған квадраты азайту 4 тең болады. Түбір асты квадрат қосу 2 қосу 1 азайту 4 тең түбір асты квадрат азайту 2 қосу 1.